Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Архимед күші. Архимед күші деген судың қысым күштерінің жалпы мәні. Архимед күшінің формуласы неге тең? Сұйықтықтың тығыздығын гравитацияға, оны да судың ішіндегі көлемге көбейтеміз. Заттың суға батып тұрған көлемін. Осы формуланы дәлелдейік. Мына жерде оң жақтағы суретке қарайтын болсаңыздар, астындағы қысым неге тең? P0 қосылған ρg H2-ге тең, мына нүктеде. Үстіңгі жағында қысым P0 қосылған ρg H1-ге тең. Осы екі күш бізде күштің айырмашылығы ауырлық күшіне тең болады. Үстіңгі жақтан қандай күш әсер етіп отыр? P0 қосылған ρg H1 S плюс mg тең болады. Төменгі жақтан әсер етіп отқан күш H2 S. Мына жерде P0S-тер бірімен қысқарып кетеді. Сонда бізде mg қандай күшке тең болады? ρg H2 азайтылған H1 S. Ал мынау бізде заттың судағы көлеміне тең болады. Сол үшін мына жерде бұл күш Архимед күш болып саналады, және де бұл ρg судың ішіндегі. Дәлелдедік. Есеп шығаруға көшейік. Дененің ауадағы салмағы 45 ньютон, ал судағы салмағы 30 ньютонға тең. Дененің көлемі мен тығыздығы неге тең? 45 ньютон ол mg-ға тең болады. Ал 30 ньютон неге тең? mg бар, сонымен қатар ол жерде Архимед күші бар. Демек, 45 ньютон бізде mg-ге тең болса, бұл жерден біз массасын таптық. Массасы 4,5 килограммға тең екен. Ал 30 ньютон неге тең? mg азайтылған Архимед күші. Демек, Архимед күші бізде 45-тен 30 алайсақ, яғни 35 ньютонға тең болады екен. Бұл өзі неге тең? Сұйықтықтың тығыздығы көбейтілген гравитация, көбейтілген көлем. Ал бізде 45 ньютон ол неге тең еді? Өзінің тығыздығы гравитация көбейтілген көлемге тең. Осы екеуін бір-біріне бөліп жіберсеңіздер, 1 бөлінген 3 неге тең болады? ρ0 бөлінген ρ. Яғни ρ бізде 3 ρ0-ға тең. Демек, 3000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Немесе 3 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Осы жерден массасын біз білеміз. Массасы 4500 грамм тең болады. 3 грамм бөлінген сантиметр куб көбейтілген көлем. Граммдар қысқарады. 4500-ді 3-ке бөлетін болсақ, 1500 сантиметр кубқа тең болады екен көлемі. Осыған ұқсас тағы бір есеп шығарып жіберейік. Бұл жерде ауадағы салмағы, яғни mg бізде 4-ке тең. Майдағы салмағы дейді, яғни майдың ішіндегі mg азайтылған F Архимед 2,2-ке тең болады. Осы екеуінен біз Архимед күшінің 4-тен 2,2-ні азайтсақ 1,8 болады. 1,8 ньютон екендігін табамыз. Архимед күші неге тең? Майдың тығыздығы көбейтілген гравитация, көбейтілген көлем. Ал 4 болса, ол дененің тығыздығы көбейтілген гравитация, көбейтілген көлем. Осы екеуін бір-біріне бөліп жіберсеңіздер, ρ неге тең? 4 көбейтілген майдың тығыздығы бөлінген 1,8. Бұл жерден бұл 2, яғни 4-ті 2-ге бөлсек, 2 грамм бөлінген сантиметр куб болады екен. Ал енді
бұның массасын біз білеміз. Массасы 0,4 килограмм немесе 400 граммға тең. Тығыздығы 2 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Ал көлем неге тең? Граммдар қысқарады. Сонымен көлем 402-ге бөлсек 200 сантиметр кубқа тең болады. Жақсы, енді келесі есеп. Бос шардың салмағы 50 ньютон дейді. Шардың көлемі 80 метр кубқа тең. Және де шар гелиймен толтырылған. Егер шарды көтеретін күш 10 ньютон болса, шар қаншалықты жүкті көтеріп бара жатыр? Ауаның тығыздығы берілген, гелийдің тығыздығы. Ауада да балалар Архимед күші әсер етеді. Шарды есептейік. Шардың өзінің салмағы 50 ньютонға тең екен. Мына жерде тағы да жүк бар. Жүктің салмағын mg дейік. Сосын бұны жоғары қарай Архимед күші көтеріп жатыр. Тағы да бұның ішінде гелийдің салмағы бар, гелий. Осылардың барлығының жалпы күші 10 ньютонға тең екен. Демек, F Архимед азайтылған F гелий азайтылған 50 азайтылған mg неге тең? 10 ньютонға тең екен. Архимед күші ол сыртқы ауаның сұйықтықтың жағдайында сыртқы сұйықтық, мына жерде сыртқы ауаның тығыздығы көбейтілген гравитация көбейтілген көлем болады. Яғни біздің жағдайда неге тең? 1,3 көбейтілген 10 көбейтілген 80. Калькуляторда ашайық. 1,3 көбейтілген 800. Архимед күші 1040 ньютонға тең екен. Ал гелийдің салмағы неге тең? Гелийдің тығыздығы көлемі гравитация. Яғни 0,118 көбейтілген 80 көбейтілген 10, яғни 800. 0,18. 144 болады екен гелийдің салмағы. Осы жерден біз 1040-тан азайтамыз 10-ды, одан азайтамыз 144-ті, одан азайтамыз 50-ді. Сонда бізде mg 836 ньютон. Демек, жүктің массасы 83,6 килограмм екен. Келесі, айсбергтің қанша бөлігі су астында орналасқан? Айсберг. Неге айсберг жүзеді? Себебі мұздың тығыздығы судыкінен азырақ. Сол үшін оның бір бөлігі сыртқа шығып жүзеді екен. Біз жалпы көлемін V деп алайық, ал ішіндегі көлемді V1 деп алайық. V1 деген судың астына батып тұрған мына көлем. Сонда бұл жағдайда жоғары қарай бізде Архимед күші әсер етіп жатыр, төмен қарай ауырлық күші. Архимед күші ол судың тығыздығын көбейтеміз ρ, көбейтеміз судың ішіндегі көлем, яғни V1 тең болады. Ауырлық күші болса ρ, G көбейтілген жалпы көлем. Сонда міне V1-ді V-ға бөлсеңіздер, гравитациялық қысқарады. ρ бөлінген ρ0 болады. Яғни 900-ді 1000-ға бөлсеңдер 0,9. Яғни бұның 0,9 бөлігі, яғни 90% судың астында болады, 10% ғана судың үстінде болады екен. Келесі, радиусы 20 см болатын бір текті цилиндрдің көлемінің 4-тен 1 бөлігі су бетіне шығады. Егер өзі жеке жүзіп жүретін болса, онда
mg тең болады неге? ρ0 жв бөлінген 4 екен. Мынау 4-тен 1 бөлігі су бетіне шығады. Жоқ. Демек, судың астында 3v бөлінген 4 бөлігі болады екен. Архимед күшінде мынау маңызды. Осы жерден біз бұның тығыздығын тауып алады екенбіз. Тығыздығы неге тең? Ро ж в тең болады. Ро0 ж 3v бөлінген 4. Ж-лар қысқарсын. Тығыздық 3000 көбейтілген 4. 750 килограмм бөлінген метр куб болады екен. Дұрыс. Ал енді осындай 8 бөрене суда жүзіп жүрсе, бөренелердің қандай бөлігі, қаншалықты бөлігі судың үстінде тұрады екен. Бұл 8-нің асы қарай қандай ауырлық күштер әсер етеді? 8 mg күш әсер етеді. Ал жоғары қарай ρ0 жв. Жақсы, енді мына жерден табайық. ρ0 жв тең болады 8 mg. ρ0 жв тең болады 8 ро. Роның орнына былай 3 ρ0 бөлінген 4 деп жазсақ болады. Ж v0. Мынау әрқайсысының көлемі болсын v0 деген. Әрбірінің көлемі. Енді гравитацияларды қысқартамыз. ρ0-дарды қысқартамыз. В тең болады. 8 бен 4 қысқарады. 2 болады. 6 v0. Батып атқан бөлігі 6 v0. Бұл қалай болады? Яғни астындағы 4-еуі толығымен батады. Ал үстіндегі 4-еуінің 2-еуі батады деген сөз, тура жартысы батады екен. Демек олардың үстіндегі 4-еуінің 2-еуі батады. Демек судың бетінен ол тек ар тең 20 сантиметрге ғана шығып тұрады екен. Мынан біреу, екеу, үшеу, төртеу, мына екеуі бесеу, мына екеуі алтау. Келесі. Мына заттың көлемін табыңыз дейді. Мына жерде барлығы миллилитрмен берілген. Ал енді бастапқы кезде бұл 40 миллилитрде тұрды. Сосын заттың жартысы батқанда бұл қаншаға келді? 50 миллилитрге келді. Демек заттың жартысы неге тең? 50 азайтылған 40, 10 миллилитр. Заттың көлемі 20 миллилитрге тең екен. Жақсы. Келесі жағдай. Арктикада кішкентай жалпақ ауданы 70 метр квадрат мұздың үстінде 700 килограмм ағаю тұр. Бұл жағдайда мұздың беткі бөлігі судың бетінен 10 см биіктікке көтеріледі. Судың астында мұздың төменгі беті қандай тереңдікте тұр? Мұздың тығыздығы 900 килограмм бөлінген метр куб. Ал енді бұл мұзды біз цилиндр сияқты қарастырайық. Сосын судың мынау несі болсын? Деңгейі. Мынау аш. Ал мынау бізде аш болсын. Бізге осы ашты табу керек. Судың астында қанша метр тереңдікте тұр? Үстінде аю тұр. Аю. Бұның ауырлық күші mg болады. Сонымен қатар мұздың ауырлық күші неге тең? Мұздың тығыздығын роға s-ке
сосын оны h плюс h-қа көбейтеміз. Соның барлығы қандай күшпен теңесіп жатыр? Үстіге қарай Архимед күші. Бұл судың тығыздығы көбейтілген G көбейтілген S H, яғни тек батқан бөлігі ғана бізге Архимед күшіне бір не береді. Архимед күші судан тұрады. Судың итеру күші, яғни ығысқан судың итеру күші осынша болады екен. Жазамыз енді. ρ0 G SH тең болады. M қосылған ρm SH қосылған H G. Гравитациялар қысқарады. Бізге H табу керек. H табу үшін SH ρ0 азайтылған ρ тең болады неге? M қосылған ρm SH. Жақшыларды ашып, солға қарай жібердік. Енді осы жерден H-ты таба аламыз. Неге тең? H 700 қосылған мұздың тығыздығы, мұздың ауданы 10 см метрге аударамыз. 0,1 метр бөлеміз. 70 көбейтілген тығыздықтар 1000-нан 900 азайтсақ 100 болады екен. 900 көбейтілген 70 көбейтілген 0,1 6300-ге 700-ді қойсақ 7000 болады. 7000-ді 7000-ға бөлетін болсақ 1 метр болады екен жауап. Жақсы. Енді келесі сұраққа көшейік. Массасы 40 кг буратино ағаштан жасалған. Тығыздығы 0,8 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Массасы 20 кг болат рельстің бір бөлігін аяғына байлап қойса, суға батып кете ме? Болаттың тығыздығы суға қарағанда 10 есе көп болады делік. Біз бұл кезде ең шекті жағдайды қарастырайық, яғни буратино бізде толығымен суға батып жатыр. Мынау буратино болсын. Сосын буратиноның аяғына темірді қарастырайық. Темірдің тығыздығы болаттан 10 есе көп дейді. Жаңа 20 кг неге тең? 10 ро. Мына ро деген судың тығыздығы көбейтілген көлем, иә? Сонда көлем бізде 2 бөлінген ро болады екен. Енді бұл жүйеге әсер ететін асты қарай бағытталған күштер неге тең? Буратиноның және де темірдің ауырлық күштері. Жоғары қарай бағытталған максимальный біздегі күш ол Архимед күштері. F1 неге тең? ρ0 G V1. V1-ді қалай тапсақ болады? Біздің 40 тең болады. Бұныкі ро көбейтілген 0,8 көбейтілген V1 деп жазайық. V1 бізде 40-ті 0,8-ге бөлсеңіздер неге тең болады? Бұл 50 болады. 50 бөлінген роға тең болады екен. Ро G1 дейік. Ро деген судың тығыздығы. Мына жерде біз судың қанша бөлік екендігін жаздық. Ро G 50 бөлінген ро. Яғни бұл жерден 500 ньютон шығады. Ал енді F2 тең болады неге? Ро G V. Бұл темірге әсер ететін Архимед күші. Ро G 2 бөлінген ро. Ролар қысқарады. Мына жерде 2 бөлінген 10, 20 ньютон болады. Жоғары қарай бізде максимально әсер ететін Архимед күші
520 ньютон екен. Төмен қарай әсер ететін ауырлық күші неге тең? 60 килограмм 600 ньютон. Демек ол бәрібір батады екен. Енді келесі есебімізде бос стакан ішіндегі текшенің 1 сантиметрге сығылған серіппеге сүйеніп тұр. Яғни басында бұның ауырлық күші неге тең болады екен? Яғни К X-ке тең болады. X дегеніміз бізде 1 сантиметр. МЖ К X-ке тең. Кейін деформация 1 сантиметрге сығылып тұр. Енді 2 сантиметрге сығылады дейді. Су стаканға серіппенің ұзындығы өзгермегенше құйылады. Егер серіппенің соңғы күйіндегі деформациясы 2 сантиметр болса, онда текшенің тығыздығын табыңыз дейді. Ол 2 сантиметрге қайтадан сығылуы мүмкін бе? Мүмкін емес, е? Сол үшін ол демек бұл жоғары қарай 2 сантиметр ұзарады екен. Былай сатын болсақ, мынау бізде қалыпты жағдай болсын. Текшеміз бізді бұлай сығып тұр. Екінші жағдайда не болады? Керісінше мына жерде X-ке 1 сантиметрге төмен бағыттап тұр. Енді Архимед күші бұны сыға алмайды, сол үшін үстіге қарай көтереді. Яғни 2 сантиметрге жоғары қарай бағытталып тұрады деген сөз. Яғни мына жерде су толығымен мына жерде судың ішінде тұр. Қандай күштер әсер етеді? Бұл жерде mg және де k2x астығы бағытталған, ал Архимед күші жоғары бағытталған екен. Осы маңызды. Яғни бізде Архимед күші неге тең болады? mg қосылған 2kx. mg-дің kx-ға тең екендігін білеміз, е? Онда бізде Архимед күші 3mg-ге тең болады. Тығыздықтарын қойық. Мынау судың тығыздығы ρ gv көбейтілген. Тең болады 3 көбейтілген. Заттың тығыздығы gv. Демек, заттың тығыздығы судан 3 есе аз екен. Шамамен 333 килограмм бөлінген метр куб болады екен. Келесі есепке көшейік. Силикат кірпіш қабырғалары 5, 10 және 20 сантиметрден тұрады. Яғни мына жағы, ұзын жағы С болады. Мына ені Б және биіктігі А болады екен. Нәтижесінде осы кірпіштерді Т әрпімен қояды. Осы екі түрлі Т әрпімен. Екеуінде де астына бағытталған қысым бірдей болады екен. Сонда бұл мұндай кірпіштің массасы неге тең табыңыз дейді. Массасын табайық. Ал енді бұл кедербұр болғандықтан астына су ағып кетеді. Астына су ағу өте маңызды. Демек, оған Архимед күші толығымен әсер етеді деген сөз. Осыны жаттап алыңыздар. Астына су ақса, Архимед күші әлі де жұмыс істейді. Себебі Архимед күші жұмыс істемей қалатын жағдайлар болады. Мысалға, судың астына бір затты жақсылап астына су ақпайтындай қып, мына жерге су ақпайтындай қып қойсаңыздар, бұл затқа әсер ететін күш суды көбірек құйған сайын тек жоғарыдан ғана болады. Сол үшін бұның тығыздығы қандай аз болса да, бұл жоғары көтерілмейді. Осындай жағдай болмау керекті. Шын өмірде ондай жағдай болу өте қиын да. Бірақ ал егер мына затты кішкене көтеріңкіреп қоятын болсаңыздар, бұған әсер ететін күштер уже астыдан көбірек қысым әсер етеді, үстеден кішкене аздау қысым әсер етеді. Сол үшін бұнда Архимед күші бұны жоғары көтере бастайды. Архимед күші деген қысымдардың айырмашылығы деп айттық, қысым күштерінің айырмашылығы. Жақсы, енді бұны өшіріп біз есепті шығарайық.
Бірінші жағдайда бізде 2 mg күш әсер етіп жатыр, иә. Бұны күшіміз неге тең? Астындағы қысым көбейтілген. Бұның астындағы аудан неге тең? А және де мына ұзын жағы С. ПАС болады екен. Екінші жағдайда бізде не болады? 2 mg азайтылған 2 Архимед күші бар, иә. Ро0 Ж АБС. Бұл Архимед күші. Тең болады қысым көбейтілген. Бұл жағдайда бір қабырғасы А болса, екінші қабырғасы Б болады. АБ. Осы екі қысымды біріне теңестіріп жазсақ, біз не жауапты табамыз. 2 mg бөлінген АС тең болады. 2 mg азайтылған Ро0. Так, жыларды да сыртқа шығарып жүрейік. 2 жыны. Ішінде не болады? М азайтылған Ро0 АБС бөлінген АБ бір-біріне тең. 2 жыларды аларды қысқартып жүрейік. Сонда бізде М Б бөлінген С тең болады неге? М азайтылған Ро0 АБС. Бұған С-дан берейік. Сол кезде Ро0 АБС-ны сол жаққа жібере аламыз. М С азайтылған Б бөлінген С. Массамыз біздің Ро0 АБ С квадрат бөлінген С азайтылған Б болады. Бізде мына АБС метрден әлдеқайда кішкентай болғандықтан біз бұл жерде сантиметрді қолданып шығарайық, иә. Тығыздықты біз 1 грамм бөлінген сантиметр куб деп аламыз. А ол 5 сантиметр, Б 10, С 20 квадрат бөлінген С минус Б 20-дан 10-ды азайтсақ 10 сантиметр куб. Қысқартып жүрейік. 10-дар қысқарады. 400 20-ның квадрат 400 көбейтілген 5 2000. Бізде кірпіштің массасы 2000 грамм, яғни 2 килограмм болады екен. Жақсы, енді келесі есепке көшейік. Бұл жерде екі түрлі сұйықтыққа батқан, тығыздықтар берілген. Мына астыңғы сұйықтыққа қаншалықты батқан дегенді есептеуіміз керек. Ал енді бұған жалпы әсер ететін күш, ол әрине ауырлық күші. Ро С H G дейік, ауырлық күшін. Сосын астыңғы жақтан әрине Архимед күші итереді. Жоғары қарай, бұл неге тең? Ро 2 С H G, иә? Себебі бұл бөлігі бізге маңызды. Ал бір қызығы, бұл жерде жоғарыдан төменге қарай мынандай Архимед күші әсер етеді екен. Бұл Архимед күші неге тең? Ро 1 С H азайтылған H G. Міне, осы үш күш тепе-теңдікте орналасқан. Ро 2 С H G тең болады. Ро 1 H азайтылған H қосылған Ро H С G-ді сыртқа шығарып жүрдім. С G-лар қысқарады. Бізде Ро 2 H неге тең? Ро 1 үлкен H минус Ро 1 кішкене H плюс Ро H. Осы жерден Ро 2 қосылған Ро 1 H тең болады. Ро 1 қосылған Ро H. Міне таптық. H-мыз неге тең екен? Ро 1 қосылған Ро бөлінген Ро 1 қосылған Ро 2 H-қа. Келесі есеп. Профессор Санжар теңіз жағасында тұрып, көлемі 30 литр болатын шарды ұшырудыға шешім қабылдады. Шар қабығының массасы 0,02 килограмм. Санжар қалыпты қысымда допты гелиймен толтырды. Гелийдің тығыздығы болса, қалыпты жағдайда 0,18 грамм бөлінген литр болады екен. Шардың
биіктігін табыңыз. Доптың көлемі көтерілген кезде өзгермейді. Ауа тығыздығын биіктікке тәуелділігі суретте келтірілген. Белгілі бір қалыпты жағдайдағы нені қарайық. Белгілі бір биіктіктегі, белгісіз бір биіктікте қалыпты жағдайда не болады? Астыға қарай mg қосылған гелийдің массасы. Жоғары қарай бізде ауаның Архимед күші әсер етеді. Бұлар бір-бірін теңестіру керек, е? Демек, осы жерден ρ0 G-ға неге тең болады? М қосылған ρ-ға G. Жылар қысқарады. ρ0 бізде неге тең? М бөлінген ρ қосылған ρ гелий. Масса, так, біз грамм бөлінген литрмен шығара берейік. Массамыз 0,02 кг, бұл 20 грамм бөлінген 30 литр қосылған 0,18 грамм бөлінген литр, е? Бұл неге тең? Мына жерден 0,67 шығады. 0,6666 қосылған 0,18 0,85 шамамен. 0,185 грамм бөлінген литр. Ал енді грамм мына жерде килограмм бөлінген метр кубпен берілген, е? Грамм неге тең? Грамм бөлінген литр неге тең? 10-3 дәрежесі килограмм. Литр метр кубта да 10-3 дәрежесі литр бар, е? Е, 1 литрда 10-3 дәрежесі метр куб бар. Қысқартамыз. Екеу бір-біріне тең екен. Демек, бұл жерден біз нені табамыз? 0,185 осыны сызып бұлай апарсақ, біз шамамен биіктікті таптық. Бұл биіктік неге тең? Мынау бізде 2000, мынау бізде 3000, мынау 4000. Яғни 3500-ден көбірек. Біз 3600 дейік па, 700, 3600 дейік. Демек, биіктігіміз шамамен 3600 метр болады екен. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз соңына келді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Архимед күші, жүзу ауадағы Архимед күші. Архимед күші дегеніміз судың ығыстыру күші. Яғни ол осыған тең. Бұл жерде ρV дегеніміз ығыстырылған судың массасына тең. Орысша оны вытесненная вода дейді. Яғни сол үшін ол ρ дегеніміз сұйықтықтың тығыздығы. В ол дененің судың ішіндегі көлемі. Және де G гравитация. Архимед күшінің дәлелін сіздерге көрсетейік. Мысалға, бір дене суға жартылай батып тұрсын. H және мына ауданы, қима ауданы S болсын. Бұлай батып тұр. Үстіден әсер ететін күшіміз ол атмосфералық қысымның ауданға көбейтіндісіне тең. Астыдан мына жердегі қысым бізден неге тең? P0 қосылған ρGH-қа тең. Яғни P0 қосылған ρGH көбейтілген S. Және де бұл дененің ауырлық күші бар. Жазайық. Төмен қарай әсер ететін күш, жоғары қарай әсер ететін күшке тең. Қысқартады. Сонда бізде mg неге тең болып тұр? Архимед күшіне тең болып тұр. Ал Архимед күші сұйықтықтың тығыздығы, гравитация көбейтілген судың ішіндегі көлемге тең болып тұр. Денелердің жүзуі. Ал енді дене
суда жартылай жүзетін болса, онда оның тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан кішкентай деген сөз. Ал егер толығымен жүзетін болса, екеуінің тығыздықтары бір-біріне тең. Ал егер суда батып кететін болса, дене, онда о дененің тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан үлкен деген сөз. Енді мен сіздерге тағы бір қызық бір есепті айтайын. Егер бізде дененің асты толығымен құрғақ болса, онда бұл дене тығыздығы қандай болса да бұл батады. Себебі астында құрғақ, су өтпейді. Сондай орнатсаңыз бассейннің түбіне, онда бұл денеге әсер ететін күштер тек қысым күші болады жоғарыдан. Яғни ауаның қысымы, жаңағы сұйықтықтың қысымы көбейтілген S. Және де бізде mg әсер етеді. Көргендеріңіздей, жоғары қарай итеретін Архимед күші жоғалып кетті. Бұл тек құрғақ болған жағдайда. Осы жағдайда кез келген дене су түбінде қалады. Яғни асты құрғақ болса. Ал енді асты құрғақ болмаса, онда ол жерге қысым күші әсер етіп, ол жоғары қарай көтеруі мүмкін, егер тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан кіші немесе тең болса. Ауадағы Архимед күші ұқсас принциппен әсер етеді. Мысалы, бізде шарик бар деп ойлайық. Мысалы, гелий неге жоғары қарай көтере алады? Себебі гелийдің жоғары көтеретін Архимед күші оның жаңағы массасына және ішіндегі ауаның, гелийдің массасынан және де өзінің массасынан Архимед күші үлкен болған жағдайда ол жоғары қарай көтеріледі. Немесе тең. Гелий. Ал енді Архимед күшінің формуласын біз білеміз. Ро сұйықтық деп айтып едік. Мына жерде сыртқы ауа болады. Ауаның тығыздығы, заттың көлемі және де гравитация. Сонда бізде қандай заттар жоғары қарай ұша алады? Жеңіл заттар. Жеңіл. Ауадан жеңіл болу керек олар. Болу керек. Жақсы. Ал енді бізде белгілі бір дене бар. Бұның көлемі 10 сантиметр куб. Осы денені біз сұйықтықтың ішіне батырсақ, сол кезде осы көтерілетін судың бетінде ығыстырылатын судың көлемі неге тең деген есеп болсын. Әрине, ол көлем, мына көлем және мына көлем екеуі бір-біріне тең болады. Яғни осы көлем суды ығыстырып тұр. Жақсы, сау болыңыздар.